Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? 4-ші сынып қазақ тілі 1-ші бөлім менің отаным Қазақстан. 11-ші сабақ. Балалар, енді ойланайық. Бұл кімнің үйі? Жарайсыңдар, дұрыс. Бұл Алидің үйі. Оның үйі қандай? Оның үйі үлкен. Жарайсыңдар, балалар. Енді бүгін біздің тақырыбымыз Алидің үйі. Сабақ мақсаты: айналаны ауызша немесе жазбаша таныстыруды үйренеміз. Жаңа тақырып бойынша жаңа сөздермен танысып, оларды дұрыс айтуға үйренеміз. Алдында, артында, жанында, қарсы, жер, үй. Балалар, жаңа тақырып бойынша жаңа сөзді айтуға үйренейік. Менің артымда мектеп тұр. Мен мектептің жанында тұрмын. Сол жағымда менің үйім тұр. Оң жағымда ойын алаңы бар. Алдымда балабақша тұр. Оның қарсысында досы келе жатыр. Артымда, жанында, сол жағымда, оң жағымда, алдымда, қарсысында. Балалар, жаттығу жұмысын жасайық. Сұрақтарға жауап берейік. Сен қайда тұрсың? Айналаңда не бар? Осы туралы айтып бер. Үлгі: менің алдымда үстел тұр. Менің артымда терезе бар. Балалар, Алидің үйінің айналасын сипаттап бер. Үлгі: үйдің алдында гүл өсіп тұр. Жаттығу жұмысын тексерейік. Менің сол жағымда Расул отыр. Менің оң жағымда Дина отыр. Олар менің достарым. Үйдің артында өзен бар. Үйдің жанында құдық бар. Жарайсыңдар, балалар. Жаттығу жұмысын дұрыс жасадыңдар.
Балалар, енді мәтінмен жұмыс жасайық. Мәтінді мұқият оқимыз, суретпен салыстырамыз. Осындай сұраққа жауап береміз. Суретте қандай нәрсе дұрыс берілмеген? Мен жер үйде тұрамын. Менің үйім жаңа. Үйдің артында бақ бар. Онда өрік пен шие өседі. Оларды менің атам отырғызды. Үйдің алдында тек гүлдер өседі. Менің үйімнің жанында гараж бар. Қазір әкемнің көлігі гараждың ішінде тұр. Үйдің оң жағында көрші жоқ, сол жағында көрші бар. Ойланамыз. Дұрыс, балалар. Қазір әкемнің көлігі гараждың ішінде тұр. Осы сөйлем дұрыс берілмеген. Неге десең, әкемнің көлігі гараждың жанында тұр. Рөлдік ойын жасаймыз. Суретке қарап, Әлиге сұрақ қоямыз. Үлгі. Әли, сенің үйіңнің артында не бар? Менің үйімнің артында алма ағаштар бар. Балалар, жалғастырайық. Суретке қарап, Әлиге сұрақ қояйық. Дұрыс, балалар, осындай сұрақтар қоюға болады. Әли, сенің үйіңнің алдында не бар? Менің үйімнің алдында гүлдер өседі. Әли, сенің үйіңнің жанында не бар? Менің үйімнің жанында гараж бар. Әли, үйдің сол жағында кім бар? Үйдің сол жағында көршіміз бар. Балалар, тәуелдік жалғау туралы ережені есте сақтайық. Үшінші жақ. Оның. Егер сөз дауыссыз дыбысқа аяқталса, тәуелдік жалғау жалғағанда жалғаулары жалғанады. Мысалы, оның гаражы, оның үйі. Егер сөз дауысты дыбысқа аяқталса, тәуелдік жалғау жалғағанда жалғаулары жалғанады. Мысалы, оның
атасы, оның көршісі. Балалар, оның сөзі неліктен қолданылып тұр? Назар аударыңыздар. Бұл кімнің үйі? Бұл Алидің үйі. Алидің сөздің орнына оның есімдікті қоюға болады. Бұл кімнің үйі? Бұл оның үйі. Алидің үйі қандай? Оның үйі үлкен. Назар аударыңыздар. Оның үйі, оның гаражы, оның көршісі, оның атасы. Ары қарай жалғастырамыз. Есте сақтайық. Доп – добы, бақ – бағы. Тәуелдік жалғауда П. Б дыбысқа ауысады. К. Г дыбысқа ауысады. Қ. Ғ дыбысқа ауысып кетеді. Балалар, тапсырманы орындаймыз. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қойып жазамыз. Оның ағаш, шие, көлік, дос, әке, қала, ауыл, жер, мектеп, үй, сынып. Енді балалар тексеру жұмысын жасаймыз. Оның ағашы, оның шиесі, оның көлігі, оның досы, оның әкесі, оның қаласы, оның ауылы, оның жері, оның мектебі, оның үйі, оның сыныбы. Жарайсыңдар. Балалар, сабақ бойынша қорытынды жұмысын жасаймыз. Сұрақ-жауап әдісін қолданамыз. Сенің мектебінің алдында не бар? Мектептің жанында не орналасқан? Мектептің сол жағында не бар? Тексеру жұмысын жасаймыз. Менің мектебімнің алдында ағаштар мен гүлдер бар. Мектептің жанында мәдениет үйі орналасқан. Мектептің сол жағында азық-түлік дүкені бар. Балалар, үй тапсырмасын дәптерге жазамыз. Жаңа сөздерді жаттайсыңдар. 27-ші бетте 7-ші тапсырманы орындайсыңдар. Сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.